Баршаңызға сәлем, менің асханам арнасына қош келіпсіздер. Бүгін кабачкиден пайдалы пицца жасаймыз. Менімен бірге дайындаңыздар. Кабачкиді теркадан өткізіп аламыз. Тұз қосып араластырамыз. Кабачкидің суы шығу үшін 5 минуттай уақытқа шетке алып қоямыз. Бес минут уақытымыз өткен соң кабачкиді жақсылап сығып, артық суын төгіп тастаймыз. Кабачкиға жұмыртқа, тұз, ұн қосып араластырамыз. Мен 2 қасық ұн қостым. Қамырымыздың консистенциясына қарай ұнды көбірек немесе азырақ қосасыз. Осымен пиццамыздың қамыры дайын. Табамызға кішкене май құйып қыздырып аламыз. Қамырымызды салып, қасықпен жақсылап жайып шығамыз. Табамыздың қақпағын жауып, баяу отта 3-4 минут уақыттай пісіреміз. Әзірше пиццамыздың салмасын дайындайық. Салмасына мен моцарелла ірімшігін алдым. Қалауыңызша басқа да ірімшікті пайдалансаңыз болады. Ірімшікті турап алдым. Ірімшікті турамай теркадан өткізсеңіздер де болады. Қызанақты домалақ бөліктерге тураймыз. 4-5 минут уақыт қуырылғаннан кейін екінші бетіне аударамыз. Үстіне жаңағы дайындап қойған салмасын қойып шығамыз. Салмасына қызанақ пен ірімшік қана емес, қалауынша колбаса, саңырауқұлақтар қоссаңыз болады. Осындай пиццаны таңғы асқа әзірлесеңіздер де болады. Пиццамыз тойымды әрі дәмді болып шығады. Қызанақтарымызды кішкене тұздадым. Қаласаңыздар кішкене орегано немесе базилик приправасын қоссаңыздар болады. Қақпағын жауып, тағы 4-5 минут уақыт пісіреміз. Осымен оңай әрі тез дайындалатын пиццамыз дайын болды. Үй ішіңізге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеом пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.